Сонда хан сұрайды, не тілегің бар? Барлық тілегіңді орындаймын. Үкідей қып өсіріп отырған 3 қызым бар. Соның біреуін ал, күйеу болам демейім, ұлымдай боласың деп тілек айтады. Сонда Қарасай айтады, маған осы мына босағаңызды берсеңіз, осы үйде сыйласаңыз, осы киіз үйді деген кезде, қап, мұны кім айтты саған дейді. Мұны Алтынай әкем айтып еді дейді. Алтынай абыздығын жасаған екен ғой деп шүрді айтады да, кел онда, мен осы сенің шаңырағың болсын деп, хан үйден батасын беріп шығып кетеді. Сонда Қарасайдың көзіне ханмен бірге Қызыл Шұбар жолбарыста шығып барып босағадан қайта оралып кеп, Қарасайдың етігін жалап қасына Қызыл Шұбар жолбарыс кеп отырыпты. Содан Қызыл Шұбар жолбарыс Қарасай батырға қонды дейді, Қарасай батырға ерді дейді. Қарасай 1598 жылы туып, 1671 жылы қайтыс болды. Осындай кезеңде Қарасай қазақтың бас батыры атанып, бас қолбасшысы болып, Есімхан қатты разы болып, сен қазақтың Қарасай батырысың деген атақ берді. Бүкіл қазақ елінің Қарасай батырдың тұлпарының тұяғы баспаған жері жоқ. Бірде батыс, бірде шығыс, бірде оңтүстік, осы елін, жерін жаудан қорғауда үлкен қаһармандық, жау жүректік танытты. Қарасай батырға ерген Қызыл Шұбар жолбарыс кейін Төле биге ерді дейді. Төле бидің әкесі Әлібекпен құрдас екен Қарасай батыр. Сол ауылға қонаққа бара тұрған кезде алдынан бір бала жүгіріп шығып, асық ойнап жатқан бір топ баланың ішінен, аталар, біздің үйге жүріңіздер деп жол бастап жүгіріпті. Сол үйге келсе, Әлібектің үйіне келген екен. Сонда Төле биді сынап, Қарасай батыр Төле биге бата беріпті. Сол Төле би, әз Төле би кейін қазақтың бас биі, дана биі, қазақты үлкен игілікті істерге, үлкен іске жұмылдыратын атақты данасына айланды. Ал енді Төле биден кейін Қызыл Шұбар жолбарыс Сұраншы батырға қонды дейді. Сұраншы батыр бұл осы жаудан азат етуде, осы жерден бүкіл қоқандықтарды соны Сайрамға шейін қуып барып, Алатаудың бауырынан. Сол Сайрамда қайтыс болған кезде, қоршап қайтыс болайын деп жаңағы қоқандар қамалдың ішінде қамаған кезде, Сұраншыны алып лақтырып көп жіберіпті дарбазадан, үлкен қамалдан. Сонда Сарыбай дік етіп арғы бетке түскен екен дейді. Кейін Сұраншы қайтыс болған кезде, соның сүйегін осы Алатауға кеп, мына Талғардың басына жерлепті. Содан Қызыл Шұбар жолбарыс Сарыбай би Айдосұлына келеді. Сарыбай би бүкіл Жетісудың төбе би атанады. Жетісуда 4 би төбе билік еткен. О кезде Жетісудың бір шеті Ыстықкөл, бір шеті Талас, бір шеті Аягөз. Осы ортадағы бүкіл дау, жанжал, үлкен істерді бітімге келтіріп шешіп отыратын үлкен би болған. Сүйінбай мен Жамбылды үлкен ақындық жолға бастап, демеушілік жасап, көмектескен осы Сарыбай би. Сарыбай би титтайына қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, баптап тәрбиелеген тұлғаның бірі Жамбыл. Жамбылды бала кезінен інісі Жамбылды тәрбиелеп, батасын беріп, айтыпты қайтыс боларында. Әттең, сен үш уақытта жауырыны жерге тимеген ақын секілді, үш уақытта жеңілмейтін дүлдүл ақын боласың. Үлкен даңқың бүкіл әлемді шарлап кетеді. Әттең, тек бұл кештеу келеді деген екен. Содан Қызыл Шұбар жолбарыс Жамбылға келіп қонған екен дейді. Міне, осы тектіден тектік туады, тектілік ата жолын қуат демекші, Қызыл Шұбар жолбарыс қазір тәуелсіздік алған елімізде жүр. Ол біздің ана негізгі
20-50, 20-30 нышандарымызда Қызыл Шұбар жолбарыстың бейнесі бар. Қазір ел айтады, сол жолбарыс, қасиетті Қызыл Шұбар жолбарыс Нұрсұлтан Әбішұлының қасында деп. Өйткені еліміз осындай берекелі, мерекелі, сән салтанатты осындай дәрежеге жеткізген кім? Ол біздің елбасымыз. Енді екінші нәрсе, Қарасай батырдың ата тегіне көз жүгіртсек, ол былай түзіледі. Негізінде жаңа Алтынай атақты абыз әулие, ел басқарған үлкен тұлға болған. Одан Қарасай батыр, қазақтың Қарасай батыры деп аталады. Одан Көшек батыр жастай кетеді. Қарасайдың 4 ұлы болған. Әуез, Түрікпен, Өтеп, Көшек. Көшек ең кенжесі болған. Бұл мұна Жамбыл облысы, қазіргі Талас ауданында Көшек батыр ауылында жау қолынан мерт болған. Сол жерде кесенесі бар. Одан кейін Айдар, Мырзатай, Кенбаба, Еділ, Сапақбай, бұлардың барлығы да ел билеген, дәулетті де сәулетті, халық арасында, ел арасында беделі мен сөзін өткізген тұлғалар болған. Ал енді мынау атасы Назарбай кім? Назарбай бұл осы 3 рет биге, о кезде билікке де жаңағы сайлауға түседі, 3 рет сайлауға түсіп жеңіп шыққан осы номер 4-ші Шамалған болысының биі. Бұл Назарбай би өзінің дирмені болған. Мұна тауға, жотаға қиялап, үлкен арық жасап, егіншілікпен айланысқан. Және мына Қарғалыдағы Сәт мешітін салған кезде соған көмектескен. Осы үйінен ақын жыршылар үзілмейтін, көптеген осы мына ары-бері осы жібек жолымен өткен ары-бері қонақтарды, дәулеттілерді, сәулеттілерді, ақын жыршыларды, әншілерді шақырып үйіне қонақ еткен үлкен дәулетті адам болған. Негізінде бұл кісі алғаш тұрған жері мынау Жамбыл ауданындағы Төңірек шұңқыр дейді. Қазіргі сол жерде тұрған. Кейін 1913 жылы мына олардың болысы тұтас мына Шамалған тұрған жерге көшіп келген. Осы жерде. Ал енді әкесі Әбіш Ақсақал осы мына Үшқоңырда мал бағып, осы Енжайлауда Үшқоңыр тауында болған. 1916 жылы Үшқоңырда үлкен ұлт азаттық көтерілісі бұрқ ете түсіп, оны Бекболат Әшекеев басқарған. Бекболат Әшекеев қолға түсіп, 9 адаммен бірге дарға асылады. Жаңағы көтеріліске қатысқандарды қатты жазалайды. Міне, арада 24 жыл өткеннен кейін осы Үшқоңырда қазақтың маңдайына біткен Нұрсұлтан атты сәби дүниеге келеді. Ол 11 жасқа шейін сол Үшқоңырда өседі. Содан жаңағы Шамалғанда оқуға келеді. Енді бұл кісінің өмір баянына қарасақ, кәдімгі жұмысшыдан бастап барлық саты-сатымен халықтың арасынан өскен, халықтың мұң-мұқтажын, тілегін, ісін білетін қайраткер. Енді бұл кісінің елбасының ең үлкен еңбегі тәуелсіздік алған кезде басқа 14 республиканың барлығы жеке дара болған кезде үлкен дау жанжал,
ұрыс керіс, қан төгістер болып кетті. Бүкіл мынау жан жақтағы түрлі оқиғалар болды. Бірақ қазақ елі, Қазақстан мамыражай, бейбіт, тыныш өмір сүрді. Өйткені бір ұлтаралық және дінаралық араздықты қоздырмады. Халықтар ассамблеясын құрды. Жиі мына 100-ден астам ұлт өкілдерінің басын қосып, әңгімелер өткізіп, түрлі шаралар өткізіп, тату-тәтті, ынтымақты, берекелі өмір салтын түзді. Елдің ішкі жағдайын ерекше қадағалады. Соның ішінде біздің елде жаңағы ішімізде ешқандай қан төгістер болған жоқ. Екінші, мына көршілермен немесе шетелдермен бірде-бір рет қақтығыс, бір майдан немесе бір жанжал туғызған әсері болған жоқ. Сыртқы саясатты да берік ұстап, әсіресе мына біздің Қазақстанның шекарасын түптеп, нақтап бекітіп алды. Мәңгілікке Қазақстанның үлкен мемлекет екенін дәлелдеп бекітіп алды. Бұл жаңағы Біріккен ұлттар ұйымына мүше болып, басқа да түрлі ірі ұйымдарға мүше болып, Қазақстан әлемнің биігіне жетті. Енді кезінде жаңағы артта қалған мемлекет деп есептелсе, қазір әлемнің бел ортасында 50 мемлекеттің қатарында, алдыңғы сапындағы бәленбай ғасырлар, бәленбай жылды тарихы бар мемлекеттердің қатарына ілікті. Енді мына 2030 жылға шейін үлкен стратегиялық жоспар жасап, бүкіл экономиканы, әлеуметтік жағдайды, елді жерді көркейтудің бағытын, бағдарламасын жасап берді. Қазір барлығы соған жұмылудамыз. Енді бір үлкен мәселе, мынау қазір урбанизация, ауыл тұрғындарының көбісі қалаларға шоғырлануда. Бұл әлемдік үрдіс. Осыған байланысты мынау көптеген мемлекеттерде жоқ, бірден бір бұл кісінің ұлылығы мынау батыста, біздің солтүстігімізде Астананы жаңадан орнатты. Нұр-Сұлтан қаласы керемет үлгіде, жаңа жобада бой түзеді. Бұл жерде жаңағы әсіресе қазақтар, басқа осы бүкіл қаржы орталығы, басқа да үлкен мекемелер орнасты. Көптеген сән салтанаты мол жаңағы театрлар, музейлер, спорт сарайлары бой көтерді. Бұл бір бар жоғы бір 20-25 жылдың ішінде осындай әлемдік дәрежедегі керемет өзінің архитектуралық сымбатымен үлгі көрсететіндей әсем қала Есілдің жағасында бой көтергені бұл тікелей елбасының арқасы. Сондай-ақ бұрынғы Астана Алматы қаласы да өсіп көркеюде. Қазіргі кезде 2 миллионға жоқ халық тұрады. Жаңадан көптеген көшелері түзеліп, көптеген құрылыстар салынып, бүгінгі осы дәуірге сай 20 ғасырдың әлемдегі үздік қалаларында сай даму үстінде. Шымкент қаласы миллионыншы қала болып кірді. Қазір үлкен мегаполис. Шымкентте де жаңа істер, жаңа миллион тұрғыны бар қала дамып жатыр. Мынау Қожа Ахмет Яссауиде үлкен ұлы тұлға бар Түркістан қаласы жаңа дәуірге сай облыс орталығы болып, жаңадан бүкіл жаңа микроаудандар, жаңа мегаполис болып қазір салынып жатыр. Тек қана бұл емес, мына Қазақстанның барлық қаласы деген осы өзгеріп, көркейіп, әсемденіп, көз тартып келеді. Бұның барлығы да
жаңағы біздің экономикамыздың дамуы, елбасының көрегендік саясаты. Енді жаңағы қазіргі кезде жаңағы осыған сәйкес халықтың да саны өсіп көбеюде. Мынау әлемде өзінің бауырларын, қандастарын еліне шақырған 3 мемлекет бар. Олар Германия, Израиль және Қазақстан. Мына Қазақстан осы тәуелсіздік алғалы бері 1 миллионнан астам қандастарын, қазақтарды шетелдерден туған елге көшіріп алып келді. Қазір олар жаңа рең беріп, жаңа ағыс беріп бізге жаңадан жаңағы бүкіл экономикамызда, мәдениет саласында, бүкіл жұмысымызға ерекше қозғалыс тудыруда. Бұл әлі де бұл жоспар, бұл бағдарлама әлі де іске асуда. Жаңа мынау дүниежүзі, қазақтардың дүниежүзілік қауымдастығының төрағасы ретінде де үлкен жұмыстар атқарды. Енді бұл руханият саласында да біздің қоғамымызға жаңа серпін беретін көптеген игі істер атқарылды. Соның бір ерекше соңғы 2 бағдарламасы. Жаңағы ол болашаққа бағдар қоғамның сананы жаңғырту және ұлы даланың 7 қыратты 2 мақаласында біздің қоғамды дамытуда, руханият саласында, мәдениет, әдебиет саласында жаңағы көненің жаңғыруы, өткен тарихымызды дәріптеу, зерттеу, зерделеу жөнінде өте құнды ойлар айтылды. Бұл біздің қоғамға үлкен серпіліс берді. Осы салада қазір көптеген игі жұмыстар атқарылуда. Мұндай игі істер, мұндай бағдарламалар өте көп. Қазір міне келесі жылы мемлекетіміздің тәуелсіздік алғанына 30 жыл толады. Міне 1 жылдан асты. Елбасымыз, Қазақстанның тұңғыш президенті, өзінің орнына Қазақстанның президенттігіне Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевты ұсынып президент болып сайланды. Бұл мына шығыста мұндай дәстүр жоқ. Мысалы, Түркменстан, Тәжікстан, Өзбекстан, қарашы, бұл авторитарлық мемлекет шығыстың бәрі. Бірақ бұл жерде де Нұрсұлтан Назарбаев көрегендік танытып, өзінің ізбасары, ірі саясаткер кезінде министр, вице-премьер, премьер-министр болған үлкен тұлға, бүкіл шетелде онда қызмет атқарған, арғы берген терең білетін Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевты өзінің орнына ұсынып тағайындатты. Бұл үлкен ірі құбылыс, ірі іс. Қасым-Жомарт Кемелұлы міне өзінің осы президент болып сайланғалы бері үлкен мына қиын қыстау кезеңде, бүгінгідей мына індет жайлаған кезде, басқа да осындай кезде біздің Қазақстан елін дұрыс бағытпен, парасат пайыммен, ештеңеден қысылдырмай, жаңағы дұрыс алға қарай ұлы көшті біздің Қазақстан атты тамаша керуенді алға қарай алып бара жатыр. Енді елбасы тану ғылымы арғы қарай дами бермек. Ол Қазақстан тарихымен, тәуелсіз Қазақстанымызбен тығыз байланысты. Бұл қазақ халқы талай қиыншылықтарды бастан кешірді. Талай ұлы оқиғаларды өткізді. Біздің өзіміз міне бірнеше оқиғалардың куәсі болдық.
кезіндегі совет одағын көрдік, коммунистік партияның құлағанын көрдік, мына совет одағының қалай ыдырағанын көрдік. Мына алғашқы тәуелсіздік жылдарындағы қиын-қыстау кезеңдерді бастан өткіздік. Ал енді бірақ міне қараңыз, қазір мына басқа мемлекеттердегідей Қантөгіс, Кикілжің, ұрыс керіс, Майдан сияқты жоқ, тып-тыныш мамыражай, бейбіт өмірде өмір сүрудеміз. Адамның ең үлкен бақыты бейбіт өмір, отбасылық береке, мемлекетінің тыныш болуы, өздерінің бір-бірімен ынтымақтастықта болуы, бірлігі, бұл ең үлкен бақытымыз. Осы бақытымыз әрқашанда баянды болсын. Бәрімізде Қазақстанымыздың гүлдену үшін, көркею үшін, экономикасы даму үшін, мәдениеті, руханияты алға қарай көркею үшін еңбек ете берейік. Көп рахмет.